Базардағыдай өте дәмді әрі өте ерекше болып шығатын корей салаты, яғни сәбіз салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен 500-600 грамдай сәбізімізді сыртын ашып, жуып, осылай теркамыздың кішкентай бөлігімен жақсылап өткізіп аламыз ұзынша етіп. Үстінен тұзымызды, шекерімізді және 9 немесе 70% 2 шай қасық уксусымызды салып, алдымен қасығымыздың көмегімен, одан кейін қолымыздың көмегімен дәл осы видеодағыдай жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді бір пиязымызды алып, жақсылап майда етіп 1 мм көлемінде кесіп турап дайындап алатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға 60 грамм пісте майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бізді осылай қуырылып шықты. Енді чесногымызды үккіштің ең кішкентай бөлігінен өткізіп, майдалап дайындап аламыз. 3-4 штук чеснок жетеді. Енді осыны сәбізіміздің үстіне салатын боламыз. Қара бұрышымызды 1 шай қасық, паприкамызды, тәтті бұрыш яғни паприкамызды және кориандрымызды салып, жаңағы дайындап алған ыстықтай болып тұрған пиязымызды салып, әуелі қасығымыздың көмегімен, өйткені ыстық болғандықтан кішкене қасықпен араластырған дұрыс. Одан кейін қолымыздың көмегімен дәл осылай жақсылап араластырып шығатын боламыз. Осындай әдемі сәбіз салаты дайын болып шығады. Енді осыны ыдысымызға салып, 1 сағаттай көлемінде қойып қоятын боламыз. Ішіндегі бұрышы, уксусы барлығы сіңуі керек және сәбізіміз өлуі керек. Дәл осылай 1-1,5 сағат көлемінде мен тоңазытқышқа салып қойдым. 1 сағаттан кейін алып, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Осындай керемет, қып-қызыл әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, базардан мүлде алудың қажеті жоқ. Өте дәмді салат болып шығады. Осымен біздің корей салатымыз дайын. Жасап көріп жатсаңыздар, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы рецепт бойынша жасаған болсаңыздар, ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Баршаңызға ас болсын!